Төгінің арынарында көмені шинжилеп тұрған аян жорықчыларны таныштыралы. 1807 жылда Таваның тожу жарығынан келген аян жорықчу Петр Евгеньевич Островскийхтің демдеглерінде Таваларының оран жүйілінде көмейлер кижи Азияның өске чонарының үндіріп тұрар, поста өнерінге бодарға, онзағайланып тұрар. Ражыдан тұсқай флейттаға дөмей үннер үніп, ұяш тош бұлдур үдеп тұрар, деп демдегілейін. Островский төгіден аңғыда, таваларының уран жүйілі сағыз сеткіл күлдіразы. Эң қол қылдыр шинжилеп көрген. 1898 жылда шөліттірген этнограф Евгений Константинович Яковлев Таваның ұлық хем біле жөн хемжік қожуынларынан Тосқай, қайғамжық, жараш ырызы Бостазындан аялғалап тұрар уран жүйілді құлыстыр деп демдегілейін. Тавалар постарызын ырларға uzun болғаш төнжізі жоғышқаш сағындырар. Олар ырларда бар едін ажығлап, тыныжын ішті біле ап тұрар деп шинжилейін. 1909 жылда Таваға келген краевед Андрей Викторович Анохин ең баштайғы үн бізділгесін хемжік хемнің әрейінге Bildiğinmez hövmeci küysedip durda bijitken. 201. Аксу, Сугуртып. 21 июля 1909 года. Bir 1914 жылда Англий аян жорықчу Карутерс тыныжын өкпе долдыр алғаш, ырлай бер ырызы онзағай болғаш жараш тептемдеглейін. Ол ұшқаш жербі бейіктің егезінде табаға көй қаттап келген хақас әртемдейін Николай Федорович Катанов көмежілер болғаш ражыларыны әттем ажылдарында көйі білі кейіріп демдеглейін. Евгений Владимирович Гиппиус, Виктор Владимирович Эвальд, Александр Никифорович Аксенов, олар көмей сығыт қарғыра болғаш, товарларны көйі білі шинжилеп бижейіннер. Ол бүгі Москва, Санкт-Петербург, Копенгаген, Берлин, Лондонның музей болғаш архивтерінде мөңгізі білі шық жаттынған.